Сәлем қыздар! Менің каналымнан сіздер арықтау жайлы ақпараттарды және ПП рецепттерді таба аласыздар. Менің каналым сіздерді 100% арықтататын канал. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратыңыздар. Дұрыс тамақтануда жүрген қыздар үшін таңғы асқа 5 минутта дайындалатын дәл осындай банан қосылған оладьи, яғни құймақ дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін 5% ірімшік қажет болады. Қаласаңыз 1% қоссаңыз да болады. Және бір банан. Мен бананды өлшегенде банан 98 грамм шықты. Енді осы бананды шанышқының көмегімен езіп аламыз. Банан бізге оладьидің дәмін келтіреді. Яғни таңғы асқа тәттіні жақсы көретін болсаңыз, бананды қоссаңыз болады. Ал егер де тәттіні жақсы көрмесеңіз, онда бананды қоспай қоюға да болады. Енді ірімшік пен бананды бірге шанышқының көмегімен араластырамыз. Дәл осындай масса шығады. Енді оған бір жұмыртқа қосамыз. Яғни бір жұмыртқаны да шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап араласқан соң бізге күріштің ұны қажет болады. Бидайдың ұнын қосуға болмайды, қыздар, оның калориясы жоғары. Күріштің ұнының тек қана 20 граммын қоссаңыздар бірігуіне алып келеді. Енді 20 грамм күріштің ұнын салып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Бізде дәл осындай масса шығады. Антипригарный, яғни жабыспайтын сковородкаға қолдануымыз керек, яғни май қоспай біз екі жағын қыздырып пісіріп аламыз. Бар жоғы тек қана 2-3 минут уақытыңызды кетіреді. Таңғы асқа бұл өте жақсы, яғни оладьиді жақсы көретін болсаңыздар, тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, таңғы асқа таптырмайтын құймақтарды жасай аласыздар. Дәл осылай. Калориясы да тіпті аз. Дұрыс тамақтануда жүрген қыздар, сіздер артық салмақтан арыла аласыздар. Дәл осындай таңғы асты күнделікті жейтін болсаңыздар, құрамында белок та бар, яғни ақуыз да бар. Банан қосылған оладьи сізді шамамен 3 сағатқа дейін тойымды етеді. Жұмыртқа мен ірімшік ақуызды тағамдарға жатады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және осы рецепті дұрыс тамақтануда жүрген, артық салмақтан арылғысы келетін қыздармен бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше.